Мынау кетпен асуының почти басына келіп қалдық. Сәл қалды. 2900 метр теңіз деңгейінен. Енді бір 100 метр болса 3000 метр екен. Қараңыздаршы. Жайлау, тау. Өте керемет. Осылай Райымбек ауданынан Ұйғыр ауданы соңғы жаққа бет алып барамыз. Біздің саяхатымыз жайлап аяқталып келе жатыр. Сол жолдың енді кетпен асуынан астық қой. Қарасам, менің бір 25 жыл көрмеген группаласым бар, бірге оқыған. Соңғы рет 2000 жыл көрген бітірген кезде. Өткенде 25 жылдық болған кезде келген жоқ етін. Сол Нұрболат деген группаласыма хабарласып, ол үйге кел деп шақырып, жолдан кіріп кетейік деп келдік. Мынау ауыл ғой деймін, осы ауылға күтіп отыр ғой деймін. Азамат Тиірмен деген күтіп отырған. 25 жыл көрмеген қазір досымды көрем қазір. Тиірмен деген ауыл. 25 жыл болды. Сондай болды. Өзіңізде. Ауылыңа кеп қалды. Анау кетпен асуынан астықты. Қауын қарасам картаны. Осы Нұрболат осы жерде барайыншы. Дұрыс келген. Дәмсіз деген жақсы ғой. Ассалаумағалейкум. Қайнағамыз. Біздің намысы. Жүрдіңізді? Болып кел. Аттан жүріп. 25 жыл болған ғой шіркін-ай. Сол қалпы жас, көңіл жас әйтеуір. Көңіл жас, түріміз мыжырайып кеткенмен. Аяққа шығырышын. Жоғары шешіңіз. Қабылы. Жүріп өзің бастасашы. Жүр, өзің өз. Амансыздар. Асылғанды кегі заманда қойдың ба? Бір күні ауатқа кепті, құдалыққа. Бізде барды ба? Жоғышып барды. Қайдасың десең, ауат алып. Көш ауылды. Құдалықта жүрді. Кемейсің шыға алмайды. Өзің бардың ба? Басым как раз ана. Төрт адам алып отырсың. Құдамен. Sonra amandastık, görüştük. Sonra oğlum ketip oldu. Ne? Herkes bu 3 kilometre mi? 3 kilometre? Adan gelетін. Avat. Ne bu қасымызға? Сауылдың күшіксетін таудың етегі ғой? Етегі, жақсы. Осылай 4-5 сағат группаласым, құрдасым Нұрболаттың үйінде дәм тұзын татып, жақсы әңгіме шертіп, өткен кеткенді еске алып, қалай уақыттың зымырап өткенін білмей қалдық. Осы Нұрболаттың үйіне дұғамызды, батамызды беріп, ары қарай Алматыға жол тарттық. Енді достар, өздеріңізбен бірге дронмен түсірген біздің керемет жерлерді көрсеткім келіп отыр. Өздеріңіз қолдап лайк, комментарий жазыңыздар. Әр қазақ өзінің жерін, табиғатын насихаттап, өзінің жерін араласа екен. Әр қазақ мен жалғызым деген ұранмен Май Қазақ парақшасы өздеріңізбен бірге.